1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Қаламызда аталмыш мерекені тойлау тәуелсіздік стелласынан бастау алды. Мерейтойға 3000 кішкентай бүлдіршін қатысты. Қала тұрғындарының сөзінше, әр бала бақытты өмір сүруге лайық. Балалар күнін тойлау әрі қарай облыстық балалар мен жасөспірімдер орталығының маңында жалғасты. Бұл жерде балалар асфальт бетіне қиялындағы түрлі суреттер салып жатты. Жалпы халықаралық балалар мерекесі 1950 жылдан бері тойланып келеді. Жамандық көрмесін жастар. Балалар күні құтты болсын, әрқашан жақсы болсын, деніміз сау болсын, Назарбаевымыз бастығы заман болсын. Балаларды құттықтайық, аспандар ашық болсын, тыныштық болсын. Осындай ойлар бола берсін. Балаларды қорғау күні үлкен мереке. Біздің балалар келешегіміз, болашағымыз. Сондықтан барлық балаларды, аналарды, туған туыстарды, өзімнің немерелерімді осы үлкен мерекемен құттықтаймын. Келешекте өмірлері тек қана жақсылық, қызықта өтсін.